Өтініш сервисі арқылы өтініш беруді білесіз бе? Білмесеңіз, бүгінгі пайдалы инфоның шығарылымын жіберіп алмаңыздар. Толығырақ айтатын боламыз. Өтініш сервисі арқылы мемлекеттік органдарға өтініш немесе шағым түсіруге болады. Өтінішке 2 аптаның ішінде жауап берілуі тиіс. Бұл сервистің артықшылығы, мұнда түскен өтініштерге міндетті түрде жауап беріледі. Ал енді өтінішті қалай беру керектігіне тоқталсақ. Өтінішті e-gov порталында, e-gov мобайл және де айту мобильді қосымшаларында беруге болады. Өтініш сервисіне кіру үшін сізге міндетті түрде электронды цифрлық қолтаңба керек. Егер электрондық цифрлық қолтаңбамен кіре алмасаңыз, немесе сіздің қолыңызда болмаса, жүйеге Digital ID арқылы кіруге болады. Сервисқа кірген бойда алдыңыздан өтінішті беру батырмасы шығады. Батырманы басып, қысқаша форманы толтыру керек. Ол жерде өтініштің түрі, өтініштің сипаттамасы және де өтініш қай мемлекеттік органға жіберілуі керек деген сынды бірнеше графа болады. Сол жерден өзіңізге керегін таңдап өтінішті жібересіз. Өтініш берген кезде сізде дәлел ретінде фото немесе видео болса, файлдар батырмасында қосып бірге жібергеніңіз. Және де менің өтініштерім бөлімінде берген өтінішті бақылауға болады. Бүгінге осы, біздің ақпарат сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп қойыңыздар.